Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Бүгін балалардағы черепное давление туралы сөйлесетін боламыз. Балалар неврологы үшін ең бірінші орында тұрған сұрақ менің баламда черепное давление бар ма деген сұрақ. Черепное давление дегеніміз негізі қалыпты жағдайда бүткіл адамдарда бар. Ол қалыпты нәрсе. Егер бізде мидың ішінде черепное давление болмаса, мидың ішінде ликвор деген болады, сұйықтық, осы ликвор алмасуы дұрыс болмайды. Сондықтан бізде мидың ішінде определенный нормада черепное давление болады. Бірақ черепное давлениенің жоғарылауы да болуы мүмкін. Ол қай кезде жоғарылайды? Егер балада гидроцефалия диагнозы болса, яғни мидың ішіне ликвор сұйықтығы көбінен бөлініп, мидың ішінде қысым жоғарылап кетеді. Екіншісі, ол мида менингит болса, яғни мидың ішінде инфекциялық процесс пайда болып, осы инфекцияның арқасында мидың ішінде қысым жоғарылап кетеді. Одан кейін, егер мида онкологиялық процесс болса, мида ісік пайда болып, сол ісік мидың ішінде қысымды жоғарылатады. Немесе мидың ішінде жаңағыдай реально бір проблемада гидроцефалия, менингит, энцефалит, яғни определенный диагноз. Сол кезде бұндай балалар, черепное давлениесі бар балалар, реанимацияда, стационарда, детский отделенияда кәдімгідей ауыр аурулармен емделеді. Егер сіздің балаңызда ұйқысы дұрыс, салмағын жақсы қосып жатыр, даму бойынша ешқандай артта қалып жатқан жоқ, бірақ бала мысалы жылайды, екі дірілдейді, немесе жаңағыдай құсады деп сөйтіп шағымданатын болсаңыз, ол черепное давлениенің белгісі болмауы мүмкін. Яғни 98% жағдайда черепное давление бізде Қазақстанда гипердиагностика. Бүткіл дамыған елдерде черепное давление деген диагноз қойылмайды. Осы мен приемда айтып жеткізе алмай жатырмын да. Енді біздің Қазақстанға медицина ақырындап дамып келе жатыр ғой. Бірақ біздің аналарымыз осы черепное давление деген диагнозды миына сіңіріп алып, осы диагнозбен өмір бақи мен баламның миында черепное бар деп емдейді де жатады. Емдеген кезде қандай дәрі-дәрмектермен емдеп жатырсыздар? Барлық дәрі-дәрмектер натурптармен емдеп жатыр. Черепное давление деп натурптар жазып жатыр. Кішкентай туылған балалардан бастап біздің Қазақстанда СНГ бойынша, енді қазір Россия уже ол неден отходит уже ол понятияданшы, черепное давление деген жоқ қазір. Ондай диагноз жоқ, соны түсіндіремай, мен осы видеоны түсіріп отырмын. Натроптар бүткіл дүние жүзі бойынша өзінің эффективтілігін дәлелдеген жоқ. Бұл препараттар ешқандай эффективті емес. Сіздер тек қана фарм компанияларда байытып жатырсыздар. Черепное давлениеге мына дәрілерді жаз, осыларды бер деп сіздерге жібере салады. Гипертонустан, бірақ бұл дәрілер егер көмектеспейтін болса, любой дәрінің өзінің побочкасы болады ғой. Сондықтан балаға жөні жоқ дәрі бермеңіздер. Сізден үлкен өтініш. Осы видеоны түсіру себебім де осы, потому что приемға келген сайын мен осы нәрсені қайталап айтып, уже видео түсіруге жаңағыдай дұрыс деп шештім да. Өйткені көбірек адамдар, көбірек аналар білсе екен деймін да. Натроптарды кішкентай балаларға жөні жоқ тағайындалмайды. Черепное давление деген диагноз екінің бірінде қойылмайды. Ондай диагнозды УЗИ бойынша анықтау мүмкін емес. Черепное давлениені анықтайтын әдіс ол люмбальная пункция. Яғни баланы жатқызады, жұлыннан жаңағыдай пункция жасайды. Сол пункциядан ғана біле аламыз, черепное давление жоғары ма, жоғары емес па. Ал жаңағыдай УЗИ бойынша немесе басқа да зерттеу әдісі бойынша черепное давление анықтау мүмкін емес. Сондықтан тоқ етері, егер сіздің балаңыз уақытылы дамып жатса, аяғын тірейді, басын ұстайды, өз жасына сай дамып жатыр, тек қана бала жылайды, немесе егі дірілдейді, немесе
жаңағыдай басқа бір симптомдар, жалыптар болатын болса, ол черепной деген сөз емес. Бұл мусор диагноз. Бұл диагнозды вообще максимально қоймаймыз қазір уже. И натроптарды жөні жоқ, біз дәрі-дәрмек балаға бермеуге тырысамыз. Өйткені балаға біз зерттелген, толық эффективтілігі бар дәрілерді ғана беруіміз керек. Өйткені өсіп жатқан ұрпағымыз, өсіп жатқан балаларымыз қазірден дәрі қабылдайтын болса, өскен кезде бізде әлсіз балалар болып жатыр. Сондықтан фарм компанияларды байытпай, натроптарды жөн жоқ балаларға бермей, балаңыз егер жаңағыдай қандай да бір жалыптар болып жататын болса, бірінші түп себебін анықтап, мүмкін колика шығар, мүмкін бала чересчур көп еміп қойып жатқан шығар, содан кейін жылап жатқан шығар, немесе ұйқысы бұзылған себеп үйдің іші ыстық шығар, немесе қандай да бір басқа бір себепті іздеңіздерші. Черепной давлениеға барлық нәрсені списывать етудің қажеті жоқ. Сондықтан бұл эмоциональды видеоны сіздер көргендеріңіз үшін рахмет. Кейбір нәрселерді енді артық айтып жатсам, тоже жаңағыдай не істеймін енді, амал жоқтар, потому что келіп жатыр, мен аналарды көріп, уже мен айтып, жаңағыдай 3-4 адамға айтқанша, сен лучше видео түсіріп, біраз адамның білгені дұрыс деп шештім да, сондықтан осы видеоны түсіріп отырмын. Егер балаңыздың дамуы жақсы болатын болса, черепной деген сөз емес. Черепной кішкентай кезінде қойылса, ондай диагноз, ол өскенге дейін ол сақталып қалмайды. Бас ауырса болды, мен балам черепной дейді. Бас аурудың миллион себебі бар. Оны бірінші анықтау керек. Не үшін баланың бас ауырып жатыр? Ол черепной деген сөз емес ол. Понимаете? Сол үшін осы видеоны түсіріп отырмын. Осы видео пайдалы болса, менің каналым дамуына үлес қосқыларыңыз келсе, пожалуйста, менің каналыма тіркеліңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар. Балаларыңыз да, өздеріңіз де ауырмасын. Қазақстанда дені сау ұрпағымыз көбейе берсін. Қош сау болыңыздар.